Ей оралмандар, бастарыңа күн туған кезде қашып кетіп, енді бейбітшілік заман орнағанда қазақ даласына қайта келіп жүрсіңдер деп өз қандастарымызды кемсітіп жүрген дүбәралардың бар екенін білеміз. Өзбекстанға барған сапарында Навай облысына бардым ағайын. Ол жерде Кенмық, Зарafşan, Zafarabad деген қалаларда болдым. Тұрғындардың 60-70% қазақ. Одан ары қарай Тамдыбұлақ, Жаңатамды, Ажырықты деген ауылдарға бардым. Bir өзбек не bir орыс көргенім жоқ. Тұрғындардың барлығы кіші жүз әлімұлы. Ойлаңыздар, құрметті қазақ елі. Білмейтіндерге айта кетейін, сол дәл Навай облысында кіші жүздің биі Әйтеке би жатыр. Одан ары қарай жүрсең Хорезмде қазақтың 3-ші ханы Бұрындық жатыр. Оның жанында қазақтың хас батыры Сырымдатұлы жатыр. Бертін келетін болсаң Ташкентте ұлы жүздің биі Төле би жатыр. Құрметті қазақ елі, бұл жерлердің барлығы қазақтікі болды өз заманда. Өкінішке орай, Ресей империясының кесірінен, Совет өкіметінің, Совет одағының кесірінен біз ол жерлерден айырылып қалдық. Ресейдің өзін алатын болсаң, Омбың мен Астраханың, оның жанында Орынборың тұр, қазақтың астанасы болған. Қазақтың жерлері өз заманындағы. Дәл сол Астраханда немесе Орынборда қателеспесем, қазақтың сазгері, күйшісі Құрманғазы жатыр. Одан бері қарай Қытайға өтетін болсаң, қазақтың хас батыры Оспан батырды Алтай қазақтары хан етіп көтерген жерлер жатыр. Құрметті қазақ елі, Қытайдағы қазақтарының жартысы албандар мен наймандар, яғни кезінде ол жерлер қазақтың жері болған. Ал енді сендерге сұрақ, олар ол жерлерде қалып қойғанына кінәлі емес қой. Сауатсыздарға айта кетейін, құрметті қазақ елі, біз Ресейдің құрамына кіретін кезімізде әлем бойынша жер көлемінен 7-ші орын болдық. Шыққан кезде 9-ға түстік. 2 сатыға төмендеп қалу үшін қазақ халқы қаншама жерінен айырылды. Осыны неге ескермейсіңдер сендер? Сендер ойлайсыңдар ма, Қазақстанда туылып өскен біздің басқа жақтан келген қандастарымыздан бір жеріміз артық деп? Жоқ. Сендер менің қандай бауырымсыңдар, қандастар да дәл маған сондай бауыр. Қандастардың дәл осы жерде туылып өскен қазақтардан еш жері артық та емес, кем де емес. Мен ешкімді бөліп жармаймын. Я, мен Алматыда туылып өстім, бірақ мен үшін қазақ болса, ол бауыр. Сендер сонда мен сендердің логикаларын түсінбедім. Сендер өз жерлеріңді бөтендерден қызғанбайды екенсіңдер да, кірсе кіре берсін, мейлі, ал өзіміздің қазақтардан сендер неге қызғанасыңдар? Осы сұраққа жауап беріңіздер. Адаспай жүріңіздер. Қазақтың жері кең болған, және де қазақтың сол жерлерінде қалып қойған бауырларымыз оралман емес. Олар біздің қандастарымыз. Олар бізден артық болмаса еш жері кем емес. Осыны естеріңізге сақтаңдар. Олай болмайды. Қазақ халқы бірігу керек. Ертең сол қандастардың қазаққа қандай пайдасы тиетінін сендер білсеңдер ғой. Аман болыңдар, бөлінбеңдер.